Қазір уақытта мына өршіп тұрған індет кезінде халықтың да жағдайы әбден қиындап кетті ғой. Карантин кезінде көптеген адамдар жұмысынан ажырап, мешіттен көмек сұрап, қазір жүздеген отбасылар мешітте көмек қолын соссаңыздар деп тіркеулі тұр. Енді біздер де мешіт тарапынан қолымыздан келгенше бұл қайырымдылыққа атсалысып жатырмыз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының үндеуіне үн қосып, қазір Қазақстанда барлық мешіттер қолдан келгенше аянбай қызмет атқарып жатыр. Имамдарымызға, ұстаздарымызға Алла разы болсын. Жалпы еріктілерге Алла разы болсын, кәсіпкерлерге Алла разы болсын деймін. Енді қазақта жақсы сөз бар ғой. Қайырымы болмаса жан азат, жайылымы болмаса мал азат дейді. Енді қолымыздан келгенше мұсылман халқы болғаннан кейін мұқтаж адамдарға көмектесуге талпынып тұрамыз, ниеттеніп тұрамыз. Енді мынау кезекті қайырымдылығымыз осы Жылой аудандық орталық мешітінен арнайы 100 литр осы қымызды, қазақтың ұлттық сусыны болған қымызымызды енді ауырып жатқандарға бір нәр болсын, шифа болсын, бір қуат болсын бойларына деп қайырымдылық ретінде таратқымыз келіп отыр. Енді ауруханада ауырып жатқандар бар, дәрігерлеріміз бар, немесе үй жағдайында ауырып жатқандар бар. Енді бүкіл халыққа жеткізу ол мүмкін емес, бірақ қолымыздан келгенше көмек сұрағандардың барлығына осы қымыз сусынын жеткізіп берейін деп отырмыз. Аллах Тағала осы ниетімізді қабыл етсін, және осы мешіт тарапынан жасалып жатқан қайырымдылықтарымызға атсалысып жатқан барша иманды жандарға, барша ерікті жамағаттарға Алла разы болсын дейміз. Аллах Тағала баршамыздың бірлігімізді арттырсын, аман есен айық-айық осы індетті енді басынан түрлі зобаланды өткізген қазақ халқы бұл індетті де еңсереді деп мен өзім ойлаймын. Алла Тағала баршамызға жақсылық берсін, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын.